Сонымен айнымалысы бар өрнектерді жазуға қатысты есептерді шығарып көрейік. Сонымен біздің бірінші есебіміз А-дан 11-ге артық дегенді білдіретін өрнекті жазуымыз керек. Сонымен бізде А бар, және осы А-дан 11-ге артық болуы керек, яғни қосылған 11 деп жаза аламыз. Яғни А қосу 11 ол бізде А-дан 11-ге артық дегенді білдіреді. Сонымен келесі есебіміз Д және 9 санының қосындысын білдіретін өрнекті жазыңыз дейді. Яғни біз осыны Д қосылған 9 деп, немесе 9 қосылған Д деп те жазсақ болады. Келесі үшінші мысалымызда бізге айтады J азайтылған 15 дегенді білдіретін өрнекті жазуымыз керек. Яғни J азайту 15. Бұл өте оңай мысал болды. Келесі мысалымызды қарастырып кетейік. Келесі мысалымызда бізде 7 көбейтілген R дегенді білдіретін өрнекті жазыңыз дейді. Яғни біз осы жерде 7 көбейту R деп, яғни көбейту амалын жазу арқылы жазсақ болады. Немесе осы көбейту амалын алып тастап, яғни 7R деп қана жазсақ болады. Яғни сіз білуіңіз керексіз, осы жерде негізі арасында көбейту амалы бар. Кезекті мысалымызда бізге айтады 10 санын U-ға көбейтуді білдіретін өрнекті жазыңыз. Яғни 10 көбейтілген U. Келесі мысалымыз 8 санын D-ға бөлуді білдіретін өрнекті жазыңыз дейді. Яғни біз бөлуді бөлшек сызығы арқылы көрсетейік. Яғни 8 бөлшек сызығы бөлімінде бізде D болады. Яғни осы бізде 8 бөлінген D дегенді білдіреді. Соңғы мысалымыз ол бізде 6 санын B-ға бөлуді білдіретін өрнекті жазыңыз. Яғни бөлшек түрінде 6 ол бізде алымында бөлшек сызығы, ал бөлшектің бөлімінде бізде B болады екен.